Сәлем достар, қазір күн жылып маевканың сезоны басталды, иә? Соған орай кәуапты менің рецептіме істесеңіздер, сіздердің кәуаптарыңыз дәмді әрі сочный болып шығатынына кепілдік беремін. Бұл маринадпен үйде пісірсеңіздер болады, болмаса табиғат аясында шоққа пісірсеңіздер одан да күшті болады. Маринадқа пиязды осылай жартылай дөңгелек етіп тураймыз, сарымсақты майдалап турап шығамыз да. Менде тауық етінің сан еті. Осыларды алдын ала жуып кесіп дайындап қойдым. Шашлыкке арналған дәмдеуіш және де тауық етіне арналған дәмдеуіш, пияз, сарымсағымызды қосып, қолмен осылай мыжып араластырып жібереміз. Одан кейін майонезді қосып, тағы да қолмен араластырып жібереміз. Сонымен бетін жауып, бір түнге қойып қоясыздар. Бір түн тұрған маринадымызды осындай шпажкаға түйрейміз. Шпажканы алдын ала суға 10-15 минут қойыңыздар, себебі жоғары температурада бұл ағаш жанып кетуі мүмкін. Шпажкамызға түйреп болғаннан кейін пияздарын алып тастаңыздар, өйткені ол пиязы күйіп кетуі мүмкін. Одан кейін кәуаптарымызды осылай жайғастырып шығамыз да, алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Шамамен 25 минут уақыт өткеннен кейін кәуапты бір аударып қойды, ұмытпаңыздар, сол кезде екі жағы қып-қызыл болып әдемі болып тұрады. Сонымен біздің кәуабымыз дайын, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.